Сәлем менің құрметті оқырманым. Бүгін әдеттегідей кезекті, пайдалы, бізді бақытты болуға жетелейтін формуланың бірімен бөлісетін боламын. Ең алдымен осы видеоға мені қолдау мақсатында лайк басыңыздар. Егер тіркелмеген болатын болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Видеоны бірінші болып көріп, мені жоғалтып алмас үшін қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Ал кеттік ендеше. Жалпы Алланың 99 есімі бар екенін білеміз. Соның ішіндегі ең ұлы бір есімдерінің бірімен бүгін қазір бөлісетін боламын. Ол есімді сіздерге айтпас бұрын бірінші кішкене ой жүгіртіп алайық та. Біздің миымыз, біз сол жасайын деп тұрған нәрсемізге, айтайын деп тұрған ақпаратымызға маңыздылық берген кезде, миымызға жақсылап тұрып, не үшін екенін түсіндірген кезде, миымыз бізге әрекет жасауға көмектесе бастайды. Сондықтан ең бірінші мына әлемді көз алдыңызға елестетіңіз. Біз мынандай бір Алланың керемет әлемінде өмір сүріп жатырмыз. Бұл әлемде бізбен қатар құстар әлемі бар да. Мысалы, құстар өмір сүріп жатыр, жануарлар өмір сүріп жатыр, суда балықтар өмір сүріп жатыр дейік. Соған сай құстар да, балықтар да, жануарлар да бәрі де істейді, бәрі де жаңағы ішіп жейді, жегенін сыртқа шығарады. Егер құстар мысалға, олар да қоректенеді ғой, біз сияқты қоректенеді и нәжіс шығарады сыртқа. Сыртқа өздеріне бөліп нәжістерін шығарады. Егер сол судағы балықтар, қанша миллион балық бар, кит бар, неше түрлі балықтар бар, оның бәрі нәжісті шығарып жатыр да, бірақ біздің суымыз содан лас болып қалып жатыр ма? Біздің теңіздеріміз, мұхиттарымыз, өзендеріміз лас болып қалып, сол суды біз пайдалана алмай қалып жатырмыз ба? Ойланып көріңізші. Мысалға, құстар ұшып жүр төбеде, қаншама мың, неше түрлі құстар бар. Солардың бәрі де не істейді? Нәжіс шығарады. Бірақ оның бәрі қайда кетіп жатыр? Ойланып көрдіңіз ба соны? Жануарлар қаншама оларды бөліп шығарып жатыр, неше түрлі нәрсені. Бірақ содан біздің мына жеріміз, жер планетасы тезекке толып қалып жатыр ма? Қайда кетіп жатыр? Ойланып көрдіңіз ба соны? Мен осыны естігенде кәдімгідей Алланы ұлықтадым да, Алланың құдіретінің шексіздігіне кәдімгідей таңғалдым. Ғажап нәрсе ғой. Енді осы нәрсені, осы жүйені Аллах Тағала өзінің бір есімімен басқарып тұр екен. Есімі арқылы ұстап тұр екен. Есімі арқылы тазартып тұр екен. Түсінікті ма? Қаншама жаңағыдай нәжістен, балықтың нәжістеріне суды тазартып, мына әлемдегі мысалға қоқыстардан бәрінен тазартып тұрған ол Алланың Әл-Құддус есімі екен. Жалпы Әл-Құддус есімі, өздеріңізде қарасаңыздар, тазартушы, таза деген мағынаны білдіреді. Енді біздер сол Әл-Құддус есімі арқылы Аллахқа дұға ете алады екенбіз. Я Раббым, я Құддус, менің жүрегімді тазартып берші. Өкпе реніштен, қайғы мұңнан, көре алмаушылықтан, қызғаныштан, я Құддус, менің жүрегімді тазартып берші. Я Құддус, менің тәнімді тазартып берші. Әртүрлі ауру сырқаудан тәнімді тазартып берші, я Құддус. Мінекей, қандай керемет. Я Құддус, менің ниетімді тазартып берші, ниетімді жаңартып берші. Я Құддус, менің өмірімді тазартып берші. Қандай керемет, қандай ғажап. Ойлап қараңызшы, осылай дұға ете алады екенбіз. Енді я Құддус деп күнделікті зікір етіп жүруге де болады. Қаншалықты зікір ете аласыз, соншалықты я Құддус, я Құддус. Мағынасын түсініп, терең түсініп, я Құддус, өмірімді тазартып берші, я Құддус. Қарыздан, кредиттен мені тазартып берші, я Құддус. Мінекей, қандай Аллахтың керемет құдіретті есімі. Осы есімді мен сіздерге айтқым келді, өзім қолданып жүргесін сіздермен де бөліскім келді. Сондықтан осы есім арқылы
үнемі зікір етіп жүріңіздер, дұға етіп жүріңіздер. Даже мен алдыңғы видеода бөліскен болатынмын. Менің Аллаға жеңіл деген техниканы бөлістім. Вот сол Аллаға жеңіл техникасында осы есім арқылы жасауларыңызға болады. Сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Тағы да айтам, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қолдап отырыңыздар.